Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Бүгін біз үй жағдайында творожный сырок жасаймыз. Оған бізге творог қажет, сахарный пудра, шоколад, водяной баняда ертесіздер и кішкене сұйық май қосасыздар. Сливочный май ертіп қосасыздар. И үйде қандай формаларыңыз бар, соған жасауларыңызға болады. Творогымызға ең бірінші істеудің орнында суын сығып аламыз, құрғақ болу керек бұл. Енді сахарный пудра қосамыз осыған. Араластырып аламыз. Сливочный майымызды қосамыз еріген. Толық рецептін видео салып келген описаниесінде жазамын. Мен майын сахарный пудрасына бастырдық. Енді осыны блендермен араластырып аласыздар, езіп. Жақсылап. Енді осыны бір қасықтан алып, формаға саламыз. Оның ортасын бұлай істейміз. Осылай бәрі жерге сала бересіздер. Сосын ішіне вареный сгущенка саласыздар. Міне осылай жан-жағына істеп, осылай сала береміз. Әдемілеп, аккуратно сала береміз осылай. Вареный сгущенканы мындай салафанға саламыз үй жағдайында, сосын бас жағы кішкене кесіп қойып, осылай ішіне сала береміз. Міне сгущенкасын бәрін ортасына салып болдық. Енді үстіне творог саламыз тағы да. Творогпен жабамыз осылай үстіне. Творогпен бәрін жауып шығамыз. Үстін бәрін жауып болдық. Енді морозилкаға қатырып қоямыз. Мен шоколадқа матырып алдым, енді морозилкаға қоямын. Міне сырогымыз дайын болды, морозилкадан алып шықтым. Міне асты мындай, үсті мынандай болды. Міне сырогымызды әдеміледім, үстіне кокосовый стружка септім. Астарыңыз дәмді болсын, маған лайк басып, мені қолдап кетіңіздер.